Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге жаңа екінші тарау ұлттық және отбасылық құндылықтар фонетика бөлімін бастаймыз. Ұлттық құндылықтардың бастауы барлық тапсырмаларды жауабымен бірге талдап, ережені толық түсінетін боламыз. Бірінші тапсырмада біз мәтінді оқып, тілдік құралдарды стилін анықтауымыз керек. Мәтінді оқимыз, келесі мына сұрақтарға жауап береміз. Бізде сұрақ қандай? Қазаққа тән ұлттық құндылық дегенді қалай түсінесіңдер? Ол дегеніміз қазаққа тән ұлттық құндылық қонақжайлық және кеңпейілділік. Мәтінде берілген қазақы болмыстардың барлығы дерлік қазаққа ғана тән. Бұл осығандай шамалас болу керек, дәл осындай болу керек деген сөз емес. Келесі, ұлттық құндылықтар қатарына өздерің қандай қасиеттерді қосар едіңдер? Барлығы сүзгіден өтіліп, нақты деректермен көрсетілген, алып қосарым жоқ. Яғни алып қосарым жоқ деуге де жоқ болады, немесе мынадай бір ұлттық дәстүр болса деп өз ойыңызды да айтуға болады. Үшінші, көздің қарашығындай сақтау дегенді қалай түсінесіңдер? Көздің қарашығындай сақтау дегеніміз көру үшін ең маңызды. Сол секілді маңызды дүниені көздің қарашығына теңейді. Бұл арқылы маңызды дүние екенін аңғарамыз. Яғни бір нәрсені ешқашан селқос қарамай, соған мұқият бол. Мысалы бір затты береді. Мысалы бір атадан әжеге берілген бір, мысалы сақина деп алайық. Бұл сақинаны көзіңнің қарашығындай сақта дегені дұрыстап мұқият сақ бол деген мағынада айтылып тұр. Келесі екінші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқып, негізгі ойды анықтауға бағытталған сұрақтарды құрастырыңдар. Бұл жерде 4 ана туралы өлең берілген. Жауабын былай қоюға болады. Сұрақ қою керекпіз, өзіміз. Неліктен өлең тақырыбы 4 ана деп қойған? Бұл сұрақ шамалы сұрақ, басқаша қойсаңыздар да болады. Неліктен өлең тақырыбын 4 ана деп қойған? Өлең арқылы қандай ой түйдіңіз және бізге ең қымбат дүниелер қайсы екен? Осындай сұрақтарды қойып болады, немесе мына мәтінді өлеңді өздеріңіз оқып, өздеріңізге басқа сұрақ қойсаңыздар да болады. Келесі екпін. Екпін дегеніміз не, балалар? Екпін дегеніміз буынның немесе дыбыстың ударение ғой, орысша айтқанда. Дыбыстың көтеріңкі дауыспен айтылуы, яғни екпіннің көтеріңкі дауыспен айтылуы, ол 4 түрі бар. Сөз екпіні, ой екпіні, дыбыс екпіні, тіркес екпіні. Бүгін алғашқы бір түрін өтеміз, ол сөз екпіні. Аты айтып тұр. Сөздегі, мына мысалы тіл, тілші дегендегі бір буынның көтеріңкі дауыспен айтылуы. Біз буынға қалай бөлеміз? Мысалы тілші дегенді алайықшы. Тілші арасына сызықша тасымалдайтын болсақ, дефиспен 2 бізде буын шығады. Соның мына соңғы буына бізде екпін қойылады. Тілшілер бізде мұнда 3 буын. Ең соңғы буын қайсысы? Соған бізде осылай екпін түсетін болса, яғни көтеріңкі дауыспен айтылуы. Бірақ екпін барлығына бірдей түсе бермейді. Оған түспейтін қосымшалар да бар бізде. Мысалы, көмекші есімдер, соң, дейін, кейін деген сөздерге кейін деп оны дауысты көтеріңкі дауыспен айтпаймыз. Немесе жіктік жалғауында мен оқушымын, оны сіздер мен оқушымын деп айғайлап айтпайсыздар, иә? Логикаға салсаңыздар да өзі көрініп тұр. Жіктік жалғауында бізде екпін түспейді. Сосын болымсыз жетістіктер, барма, жазба, айтпа, ең соңына екпін түспейді. Және дай, дей, тай-тей жұрнақтары, мысалы бұлбұлдай, гүл-гүлдей, мұздай, аяқтай деген сияқты түрлі сөздерде біз жұрнақтарға соңына былай екпінді қоя алмаймыз. Тек оған сөзбен қосымша, басқа қосымшалар жалғанған кезде ғана осыдан басқа біз екпінге жалғай аламыз. Жақсы, келесі үшінші тапсырма. Мұхтар Шахановтың өлеңіндегі 2 жолдан сөз екпінін анықтаңдар. Өлеңдегі екпін түспейтін сөздермен қосымшалар бар ма дейді. Жаңағы біз өлеңге 4 ананы оқыдық. Сонда қандай сөздерге 2 жолдан сөз екпінін табу керек? Қандай сөзге екпін түседі? Және екпін түспейтін қосымша бар ма дейді. Жауабы, өлеңде екпін түсетін сөздер көп. Мысалы, басқада, арқада, астана, мына соңғы буындарына түседі. Буынға бөлеміз, соның қайсысына. Сосын көбінесе соңғы буынына түскенде осылай айтып кетеміз. Келесі, 4-ші тапсырма. Сызбада берілген сөздермен танысып, орыс және қазақ тіліндегі екпіндерді салыстырыңдар. Қараңыздар, екі тілдегі екпіннің қойылуы өте ұқсас. Екеуінің де қойылуы оның тұрақты және екінші немесе бірінші буынға түседі. Қалай? Мысалы, бізде оқу, оқушы соңғы буынға түсіп тұр. Бізде көбінесе оқушылар, оқушыларға.
Енді қараңыздар, замок, замок орыс тілінде мағынасынан өзгеріп кетеді. Қараңыздар, мысалы замок, замок, мука немесе мука мағыналарына сәйкес аудармаларын қараңыздар, өзгеріп кетуін осылай қараймыз. Келесі, суреттер бойынша жинақы мәтін жазыңдар, тақырыбын өздерің қойыңдар. Тақырыбын мысалы мына суретте көрініп тұрғандай туған тіл деп алуға болады, немесе басқаша мына жерде тұрғанға байланысты отбасы деп, немесе дала деп те алуға болады тақырыпта. Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірдің танысым демекші, туған ілдің, яғни мына өлеңді алып отыр, иә. Мына демекші, туған тілдің орны ерекше. Туған тілімізді шыр етіп туылғаннан бастап ата-анамыз үйреткен кең байтақ жеріміз, көгілдір туымыз, тарихы терең тіліміз бар. Қазақ тілі сөздік қоры көп және қасиетті тілдердің бірі. Мен өз туған тілімді мақтан тұтамын деп айтуға болады. Немесе мына суреттерді біріктіріп, туған тіліммен бірге мен отбасымнан туғаннан бастап туған тілімде өсіп, кең далада асыр салып ойнадым деп те жеткізуге болады. Балалар, бұл сіздерге үлгі ретінде берілген, түгел дәл осылай көшіру міндетті емес. Сіздерге түсінікті болсын деген мағынада ғана жасалып отыр. Келесі, үй тапсырмасына беріледі. Көбінесе берілген сөздерде екпін қай буынға түскен, екпін түспей тұрған ұқсас қосымшалар табыңдар. Оқушымын, айтайын, жаздай, күлме, осы сөздерде қайсы екпін түскен сөздер бізде? Оқушымын, айтайын, баласың, көрелік, айтшы соңғы буынға түсті. Ал екпін түспеген сөздер, біз мына ережеден де көрдік. Осы ереженің құрылымына сәйкес мына жерде тұр ғой, міне 4 жағдайда түспейді. Соған байланысты соған қарап отырып орындаймыз бұл тапсырманы. Міне жаздай, күлме, оқтай, барма, болымсыз етістіктер, адамбыз, жіктік жалғаулары, тастай, сызба дегенде бізде екпін түспеген сөздер болады. Екпін түскен сөздер болса, екпін түспеген сөздер болса. Үй тапсырмасы түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қойыңыздар. Тағы қандай тақырыптарға видео түсірейін. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.